Бүгін барлығымыз үшін тарихи сәт. Алғаш рет Доссор кентінде жаңа өрт сөндіру бекеті ашылуда. Бұл нысанның дәл осы жерде мұнай өндірудің ең көне орталықтарының бірінде ашылғаны қуантады. Сонымен қатар, мұндай жобаны жергілікті әкімдіктің белсенді қолдауымен жүзеге асырылып жатқаны ерекше маңызды. Және жабдықтармен қамтамасыз етілді. Өрт сөндірушілер мен құтқарушылардың жұмысы үшін қолайлы жағдайлар жасалды. Біздің міндетіміз төтенше жағдайлардан осы ауылдың қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Құтқарушылар, сіздерге қойылған міндетті абыроймен атқарып, қызметке адал болатындарыңызға сенімдімін. Баршаңызға амандық, тыныштық және береке бірлік тілеймін. Алғаш рет осы Доссор кентінде 16-шы өрт сөндіру бекеті ашылуда. Қазіргі заманауи техникалармен жабдықталған түгелдей. Ішінде қазір жеке құрам 15 адам жұмыс жасауда қазір уақытта. Доссор кентінде төтенше жағдайларда алдын алуға әрқашан дайынбыз.